Сәлем достар, сіздерге бүгін әрі оңай, әрі жылдам, әрі иммунитетті көтеретін, бар жоғы 3 қана ингредиенттен тұратын салаттарын жасап көрсеткім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қызылшаны алып турап аламыз, оны 4 бүріштетіп тураймыз. 4 бүріштетіп тураймыз, оны бір ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте алмамызды да дәл солай көлемде турап аламыз. Оны қызылшамыздың үстіне қосамыз. Одан кейін грек жаңғағын майдалап турап шығамыз. Оны да қызылшамыз бен алмамыздың үстіне қосамыз. Үстіне шым-шым тұз, шай қасықпен 1 қасықтай зәйтүн майын қосып араластырамыз. Қалауларыңызға қарай майонез қоссаңыздар болады. 5 минуттық салатымыз дайын. Каналыма тіркеліңіздер.